Мен Нәдірова Гүлсім Құрманбайқызы Жас Қанат мектеп-лицейінде туризм үйірмесінің жетекшісі боламын. Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты шығармашыл, ойлау қабілеті жоғары, ғылыми тұрғыда негіздеп, шешім қабылдай алатын тұлға тәрбиелеу. Жаңа технологиялар дәуірінде оқушыдан ақпаратты тек меңгеру емес, оны іздену, талдау, өңдеу, зерттеуді талап етіледі. Оқушылар қазіргі қоғамның интеллектуалдық әлеуетін қалыптастыратын негізгі ресурс. Алайда олардың табиғи қабілеттерін қолдамайынша бұл потенциал толық ашылмайды. Сондықтан мектепте арнайы ғылыми зерттеушілік орта құру өзекті мәселе қазіргі таңда. Педагогикалық идеяның мақсаты оқушылардың ғылыми зерттеушілік ізденісін қалыптастыру, зерттеу дағдыларын жүйелі дамыту үшін тиімді білім ортасын құру болып табылады. Осы орайда әртүрлі бағытта ойлана отырып, мектепте сейсмо-8 клубын жүзеге асыруға қызығушылығым оянды. Ондағы мақсатым балалардың бос уақытын қалай тиімді ұйымдастырамыз, ғылыми зерттеу дағдысын қалай қалыптастырамын деген ойдан туындады. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін өскелең ұрпақтың туған жердің тарихын білуге, өлкетану жұмыстарын жүргізуге және ең бастысы зерттеу дағдысын қалыптастыру мақсатында мектепте сейсмо-8 клубы құрылды. Сейсмо-8 клубы бұл оқушыларды жан-жақты дамытатын, зерттеу мен танымдық қабілетін жетілдіретін, өмірлік маңызды дағдыларды қалыптастыратын тиімді педагогикалық құрал болып табылады. Сейсмо-8 клубын құра отырып, мен төмендегідей міндеттерді қойдым. Зерттеушілік іс-әрекетті қолдайтын мотивациялық орта құру. Екіншіден, ғылыми зерттеу жұмысына қажетті негізгі дағдыларды қалыптастыру. Оқушылардың зерттеу жобаларына сүйемелдеу, ғылыми жобаларға, конференцияларға, аймақтық оқуларға қатысу. Сейсмо-8 клубын құрып, оқу тәрбие үдерісіне енгізу қажет. Бұл Сейсмо-8 клубы демек барлық пәндерде әртүрлі зерттеу клубтарын құруға шақырамын. Бұл әдіс оқушыларға тек табиғи нысандарда бақылауға емес, түрлі бағытта ғылыми зерттеу жүргізуге негіздейді. Жалпы педагогикалық идеяның негізгі идеясы жобалық және зерттеушілік әдістерге негізделген дамытушы орта құру арқылы оқушылардың танымдық белсенділігін, ғылыми ойлау қабілетін және зерттеушілік дағдыларын дамыту болып табылады. Осы педагогикалық идеяны тәжірибемде зерттеп қолдандым. Нәтижесінде оқушыларымыз республикалық ғылыми жобалар конкурстарының бірнеше мәрте алтын медаль иегері. Қорыта келе, Сейсмо-8 клубы оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған заманауи, тәжірибеге негізделген тиімді педагогикалық әдіс. Зерттеу барысында оқушылар тек теориялық біліммен ғана шектеліп қана қоймай, практикада қолдану мүмкіндігіне ие болады. Мұндай әдістер баланың бойындағы ғылыми зерттеу әдістерін қалыптастырып, ғылыми дүниетанымның көкжиегін кеңейтеді, сыни ойлау қабілетін дамытады. Бүгінгі өзгермелі білім беру кеңістігінде оқушыны тек білім алушы ғана емес, зерттеуші тұлға ретінде қалыптастыру басты мақсаттардың бірі. Осы мақсатқа жетудің бір жолы ретінде Сейсмо-8 клубы оқу тәрбие үдерісіне енгізу педагогикадағы өзекті және болашағы зор идеялардың бірі деп есептеймін.